Қалайсыздар? Бүгін сіздермен салы дайындаймыз. Салы дайындау үшін қойдың құйрығы қажет болады. Ыдысымызға суымызды құйып, ол суды қайнатып аламыз. Су қайнағанша құйрықты бөліктерге бөліп, су қайнаған соң ішіне бұрыш, тұз, лавровый салып, қайнап тұрған суға жаңағы бөлінген құйрықтарымызды салып 20 минут қайнатамыз. 20 минут қайнаған соң құйрықтарды сүзіп алып суытамыз. Суыған соң сыртына чесногымызды черкадан өткізіп, құйрықтың сыртына жағып шығамыз. Сосын ол чеснок құйрыққа ерекше дәм беріп тұрады. Бізге сосын паприка, ұнтақталған қызыл бұрыш қажет болады. Құйрығымызды сол паприкаға аунатып, барлық шетінен біркелкі тигенше жағып шығамыз. Салымыз осымен дайын. Қыс мезгілінде жасасаңыздар болады. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.